Қайырлы күн, құрметті көрермен, эфирде Energy Time, студияда әдемі Сайлаубай. Егер маусым жаздың сенімді бастамасы болса, онда шілде жұмыстың қызған шағы. Жұмыс қарқыны бойынша маусымның шыңы, қарбалас кезең, негізгі жобаларды жүзеге асыру және күзгі қысқы мезгілге дайындық жұмыстары. Бүгін біз шілденің басты жаңалықтарымен бөлісетін боламыз. Энергосистема жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің барлық бөлімшелерінде қауіпсіздік техникасы, ережелерді сақтау және апаттық жағдайлардың алдын алу бойынша оқу-жаттығу жұмыстары жүргізілді. Байғанин және Шұбар аудандық электр желілері учаскелерінде осындай жаттығулар өткізілді. Оқу-жаттығу барысында диспетчерлік қызмет шартты апатқа жауап ретінде нақты іс-қимылдарды пысықтады. Қатысушылар барлық қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтай отыра ақауларды сәтті жойды. Мұндай жаттығулар қызметкерлердің кәсіби дайындығын арттырып қана қоймай, болашақта ықтимал апаттардың алдын алуға көмектеседі. Астана арман мен үміттің, биік мақсат пен болашаққа деген сенімнің символы. Бұл күн тек қаланың ғана емес, түгелдей Қазақстан халқының рухын көтеретін айтулы күн. Демалшы мереке күндері мекемеміз күшейтілген режимде жұмыс атқарды. Мамандар арасында кезекшілік уақыты белгіленіп, электр қуатында мәселе туындаған жағдайда мекеме бригадалары қажетті шараларды қабылдауға сақадай сай болды. Электрмен жабдықтауға қатысты мәселелер пайда болған уақытта ақпараттарды апаттық жағдайлар қызметіне 21 14 12 24 40 97 телефон нөмірлері арқылы беруге болады. Сондай-ақ Энергосистема 04 ресми Instagram парақшасының дайрект бөліміне жазу арқылы ақпарат біле аласыздар. Домбыра қазақтың рухани тамыры, электр жарығы бүгінгі тіршіліктің күре тамыры. Екеуі екі түрлі әлем. Бірі өмірге жарық сыйласа, екіншісі жүрекке жылу сыйлайды. Домбыра күні аясында күнде тоқпен сырласып, желмен тілдесетін маман бұл жолы домбыра ішектермен тілдесті. Ақтөбе электр желілері учаскесінің 3-ші топ контролер-монтері Салтанат Бермұхамбетова өнер мен өндірісті үйлестіре білген жан. Оның күйі тек әуен емес, ол тоқ үзілмесін деген тілек, елге жарық сыйлайтын әріптестеріне деген ерекше құрмет. Күй мен қуат, жарық пен жан, мамандық пен махаббат. Міне шынайы ұштасқан өнер мен өнегелі еңбек осындай болады. Техникалық қауіпсіздікті сақтау мекемедегі ең маңызды шаралардың бірі екенін естеріңізге саламыз. Мекемеде жұмыс істейтін қызметкерлердің білім деңгейі мен дағдылары жоғары болуы және жұмыс орнында қауіпсіздік шаралары қатаң сақталуы қажет. Қызметкерлер барлық қажетті құралдар мен нұсқаулықтар бойынша оқу-жаттығу сабағынан өтеді, ережелерді пысықтайды және әр бейсенбі сайын техникалық қауіпсіздікті сақтау күнін өткізеді. Дни ТБ у нас проводится каждый четверг. Обсуждаем вопросы по технике безопасности. Меня зовут Муханов Аман, я электромонтер службы релейной защиты и автоматики. В этом кабинете начальство собирает нас для проведения вопросов по технике безопасности, опасных факторах и охране труда. Эти правила помогают нам сохранять здоровье и препятствовать травматизму во время производства работ, а также позволяет качественно выполнять работу, которая связана с бесперебойным поставлением энергии нашим потребителям. Қызметкерлерге салауатты өмір салтын ұстануға қолайлы жағдай жасалды. Энергосистема жауапкершілік шектеулі серіктестігінің кәсіподақ ұйымы ұжымды қолдау мен ынталандыру бағытында тағы бір игі бастаманы қолға алды. Қызметкерлер енді бос уақытында бассейнге, волейбол және футбол залдарында, сондай-ақ үстел теннисімен айналысуға мүмкіндік алды. Бұл бастама ұжым мүшелерінің денсаулығын нығайтуға, салауатты өмір салтын ұстануға және корпоративтік рухты арттыруға бағытталған. Белсенді демалыс түрлері арқылы қызметкерлер жұмыс кейін сергіп, күш жинап, командалық байланысты нығайта түседі. Өңірлік электр желілік компаниясының жөндеу науқаны аясында ескі бағаналарды жаңасына ауыстыру жұмыстары қала ішінде қарқынды жүріп жатыр. Жүйелі тексеріс пен нақты жоспарлауға негізделген күрделі процесс. Бағананы ауыстыру жайында әріптесіміз сұхбат берді. Әуе желінің қызметінің мамандары бүгінгі күні Матросова көшесінде сынған, жарылған бағаналарды жаңа бағаналарға ауыстырылып жатыр. Бұл істеліп жатқан жұмыс халыққа үздіксіз электр энергиясын беру үшін жүргізіліп жатыр.
Алдағы уақытта осындай жұмыстар Құрмыш ауданында, Шаңқай аудандарында жүргізіледі. Айта кетейік, мұндай жұмыстар басқа да аудандар мен көшелерде кезең-кезеңмен жалғасатын болады. Мақсат тұтынушыларға үздіксіз әрі қауіпсіз электр энергиясын жеткізу. Энергосистема жауапкершілігі шектеулі серіктестігі үйде және тұрмыста қауіпсіздік ережелерін сақтаудың маңыздылығы жөнінде естеріңізге салады. Балалар қауіпсіздігі жөнінде біздің ресми Instagram парақшамыздан оқи аласыздар. Бұдан бөлек бізді басқа да әлеуметтік желілерден таба алатындарыңызды естеріңізге саламын. Басқа шығарылымдарды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркелуді ұмытпаңыз. Үйден шығарда жарықты сөндіріп, электр тоғын ажыратуды ұмытпаңыз.